Бүгін біз 6-ға көбейту кестесін құрамыз. Күзде адамдар алма бақтан жемістерді жинайды. Әр себетке 6 алмадан салып, алма жинауға көмектес. Сонда сен бақтан қанша алма жиналғанын білетін боласың. 6-дан 1 рет болса, 6 болады. 6-дан 2 рет болса, 12 болады. 6-дан 3 рет болса, 18 шығады. Қарашы, 6-ға көбейту кестесі қалай құрылып жатыр? Бұл алма бақтан біз 60 алма жинадық. Сонымен қатар 6-ға көбейтудің кестесін құрдық. Есіңде сақта.